Махамбет ауданындағы Талдыкөл ауылы әлі су қоршауында тұр. Кірме жолды су шайып кетуіне байланысты тұрғындар қайықпен қатынап жүр. Бүгінге дейін 100-ден астам адам тасымалданған. Төтенше жағдайлар департаментінің 4 техникасы мен 10 шақты қызметкері тәулік бойы кезекшілікте. Басқа ауылдарға су кіру фактісі тіркелмеген. Қазір аймақта су деңгейі төмендеп келеді. Бүгінде қала маңындағы Ақжар ауылында ахуал тұрақты, бөгеттер толықтай нығайтылған. Тасқыннан қорғау жұмыстары қарқынды түрде жүріп жатыр. Координатордың айтуынша бөгетті су жарған жоқ. Су ағысының қатты болуынан салынған бөгеттің шеті үгітілген. Қазір 69-73 участок арасында тұрмыз. Яғни бұл Қайыршақты округына қарасты Ақжар поселкісі, бұл халық арасында Бур поселок деп аталады. Яғни кеше бір келеңсіз бір оқиға болатын. Яғни бұл жерде қатты ағыстың салдарынан салынған бөгеттің жандары, топырақтар түсіп жатқан болатын. Біз соны кеше ЧС-тің жігіттерімен, осы өше жүрген тағы да көмекші жігіттерімен, осы медиа компаниямен бөгетті нығайту жұмыстарын жасаған болатынбыз. Қазіргі таңда бұл жерге біз мембрана төседік, 100% жұмыстар аяқталды. Және бұған қосымша жанынан дамбы, яғни бөгет соғылды. Яғни бұл судың әрі қарай шайып кетпеу үшін және қосымша бұл бөгетке нығайту жұмысы мақсатында. Сонымен қатар Индер ауданында қожалықтардағы мал басы толығымен қауіпсіз жерге көшірілді. Десе де ағысы қатты су 17 гектар жердегі жеміс ағашына залал келтірген. Өрсуі мал шаруашылығымен айналысатын шаруагерлерге де зиян келтірген. 6 қожалықты су басқан. Ауыл шаруашылығы министрлігінің бекіткен қағидалары бойынша арнайы комиссия құрылып, акт жасалып есебі жүргізіледі. Қазірде өтінімдерді қабылданып жатыр. Өтемақы төлеу жұмыстары бір ай ішінде аяқталады. Лаура Кесметова, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.